Бәріне сәлем. Сіздербен бірге адвокат Таир Насханов және мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бүгін біз сотталушыдан жауап алуға қалай дайындалу керектігін туралы сөйлесетін боламыз. Клиентпен бірге оның берген жауаптарымен жұмысқа уақытты аямау керек. Оның куәліктерін жазып алған дұрыс, өйткені оларды оқуға рұқсат етіледі. Жауап алу бірінші жақтан жүргізіледі. Әдетте клиентіме оның айғақтарының кейін сұрақ қоймаймын, өйткені мен онымен алдын ала келісіп алған. Егер қорғаушының сұрақтары болмаса, онда айыптаушы мен жәбірленуші оларды қоюға құқылы. Сақ болу керек, өйткені жетекші сұрақтар туындаған жағдайда немесе іске қатысы жоқ болса, қорғаушы дереу жауап беріп, сұрақтарға қарсылық білдіріп, оларды алып тастау туралы сотқа өтініш беру керек. Қылмыстық процессуалды кодексі 45-ші тарауы келесі кезеңнің өткізу тәртібін реттейді. Пікірталас және соттаушының соңғы сөз. Тараптардың пікірталас алдында сот тағы да өтініштерін бар жоғын анықтайды. Егер жоқ болса, сот пікірталасқа кіріседі. Адвокат әдетте соттан пікірталасқа дайындалу үшін уақыт сұрайды. Қорғаныс сөз адвокаттың сәті жұмысының маңызды бөлігі болып табылады. Ол айыптаушының нұсқасын жоққа шығаратын барлық қорғаныс дәлелдерін біріктіру керек. Сондықтан дайындық кезінде өз жазбаларыңызды пайдалануыңыз қажет. Әдетте клиентімнің пікірталасқа дайындалуына көмектесемін. Адвокат пен клиентінің жарыс сөзінің мазмұны бір-біріне қайталмау керек. Сіздермен бірге адвокат Таир Насханов болды. Және мен бизнес қорғауға маманданамын. Егер бейнеролик немесе бизнесті қорғау тақырыбында сұрақтар туындаса, түсініктемелерде жазыңыз, мен жауап беруге тырысамын. Лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыз.